Ассалаумағалейкум YouTube көрермендері. Бүгін мен шаруашылықтағы құстарға вакцинация істейтін болам. Ол үшін мынандай стакан керек. Мынау вакцинация. Вирус вакцинация против Ньюкаслской болезни деген ветаптегадан сұрасаңыздар береді. Осыны 10 грамм жылы суға араластырып мұрындарына тамызамыз. Менен андай шприспен 10 грамм тартып аламыз. 5 граммдық. Осымен 2 рет тартып аламыз. Осымен андай мұрындарына тамызатын құрал керек. Осымен вакцинация істейтін боламыз. Қазір мен оны сіздерге көрсетемін. Мінекей міне вакцинацияны салдық. Енді осыны жақсылап араластыру қажет. Осымен жақсылап араластырасыз. Ішіндегісінің бәрі еріп кету керек. Ал енді тауықтарға кеттік. Мінекей мына кішкентай балапанға бір тамшы тамызамыз. Аузымен бір мұрын жауып тұрамыз былай. Сөйтіп бір тамшы бір мұрынына тамызамыз. Сәл ұстап тұрсаңыздар өзі жұтып алады. Жұтты. Мынандай дәу тауыққа екі мұрнына бір тамшыдан тамызамыз. Жаңағыдай бір мұрнымен аузын жауып тұрып. Бір тамшы тамызамыз. Өзі жұтып алған соң мына екінші мұрнына тағы бір тамшы тамызамыз. Мынандай дәуіндікке де екі мұрнына бір тамшыдан тамызамыз. Бұлай бір тамшы тамызамыз. Жұтып алған соң тағы бір тамшы тамызамыз. Бұл вакцинация құс тұмауы деген, қазір Қазақстанға келіп жатқан құс тұмауы деген тұмаудың алдын алады. Сол құстарымызға жұқпас үшін осындай вакцинация жасаймыз. Сіздер де жасаңыздар. Бұл вакцинацияны көктемде бір, күзде бір істеу қажет. Сонда құстарыңыз ауырмайды. Осылай барлық құсымызға вакцинация жасаймыз. Енді бұларға құс тұмауы жұқпайды. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.